Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін міне сіздермен тағы да біраз сөйлесейін деп шығып отырмын. Енді бүгінгі айтатын кішкене өмір жайлы. Осы 61 жас өмірімде енді көп нәрсені артқа тастап, енді үлкен жолға түстік қой енді. Дегенмен де өмір бір-ақ рет берілгеннен кейін адамның өзінің миссиясы болады. Өмірге ең басты мақсаты өзін танып білуі. Өзім енді солай ойлаймын. Өзін адам танып білуі және қоғамға шынымен қоғамға енді жан-жағына пайдалы болуға көбінше солай зер салады екенбіз. Қазір осы үлкен жасқа келгеннен кейін пайдалы болайық, қоғамға, жан-жағымызға пайдалы болайық, көмектесейік деген сияқты шынайы бақытты осы үлкен жасыңа келгенде енді шынайы бақытты сезіне білесің, әр нәрсенің қадірін білесің, табиғаттың да қадірін білесің, Алланың да қадірін білесің, сабырлықтың да қадірін білесің, қанағаттың да қадірін білесің. Әр нәрсеге көңіл қойып, әр нәрсеге ден қойып, әрбір нәрсеге қарап, біліп, танып, өзіңді зерттеп, өзіңе көбінше осы үлкен жасқа келгенде адам өзіне көп көңіл бөледі екен. Менің пайымдауымша өзіне көп көңіл бөледі екен. Қай жерде қателік жасадым, қай жерде құладым, қай жерде қандай жағдайлар болды деген сияқты нәрселерді ойлап басты қатырмай, қазір не істеп жатырмын, немен айналысам, кімге пайдам болады, пайдалы жағым көбірек болу керек деген сияқты ойлар келеді, және оны жасап жүресің күніне. Мен өзім солай істеймін. Дегенмен де әр басқан қадамыңыз, уақытыңыз Алла тағала мінекей берді ғой бәрін бізге. Соның бәрін бағалай отырып, адам негізі көп қанағатпен, сабырмен өмір сүруге өте қолайлы және әр адамға тиімді деп ойлаймын. Өйткені сабыр, қазағымыз айтады ғой, қазақ аталарымыз, сабыр түбі сары алтын деп. Сол сабырдың шынымен мән мағынасына қарасақ, сабыр көп нәрседен тияды. Сабыр көп нәрсеге себеп болады. Адам мінекей қазір осы дүниеге көп табынып, дүние қуып кеткен заманда бір сәт сабыр сақтап, бір сәт ойланып, жан-жағына қарап, өзіне тоқтам жасауға болады. Өйткені сабыр деген енді бізге таптырмайтын нәрсе. Көп нәрседе сабырсыздық көрсетеміз. Автобуста да болсын, қарым-қатынаста да болсын, отбасында да болсын, сабырсыз нәрсе жақсылыққа алып келмейді. Оны бәріміз білеміз. Дегенмен де соған жан тәнімізбен, жаңағы жүрегімізбен соған ден қоятын болсақ, сабыр көп нәрседен қорғайды адамды. Сабыр, мен енді осы 61 жасыма дейін енді сабырсыз болдым деп айтпаймын. Дегенмен де әр жерде мен сабыр сақтап, тоқтам жасап, не болып жатыр, не қойып жатыр, не істеп жүрмін деген сияқты көп сұрақтардың жауабын осы сабырдан табамын. Осы қазір болмай қалған жағдайда мен сабыр сақтап, өзіме тоқтау жасап, оның шешімін одан кейін де жасауға болатын сезініп, түсініп, сол сәтте өзім бір қадам артқа жылжып, өзіме үлкен сұрақтар қою арқылы жаңағы сабырсыздықты жеңе аламын. Сондықтан сіздерге де енді айтатыным, сабырға көп ден қойыңыздар. Өйткені сабыр деген енді өте тамаша нәрсе. Сабыр арқылы
барлық нәрсемен татуға болады. Жан жағындағы ара қатынасты түзеуге болады сабырмен. Отбасылық қарым-қатынасты да түзеуге болады. Сабырменен қаражат жағында реттеуге болады. Сабырмен қарызға да кірмеуге болады. Сабырменен өзіңнің алға қойған мақсатыңа да жетуге болады. Бизнесіңде де сабырменен нәтижеге, үлкен нәтижелерге шешіп отыруға болады. Сондықтан енді осы кей кезде мен мысалы осы жасыма дейін кей кездері мысалы жатып қалып ауырған күндерім болды. 2000 қай жыл екен, 15-те ма, осы құлағаным бар. Содан менің көпшілігіме үлкен зақым келіп, оны мен түсінбей жүре берген ғой, елемей. Бірақ ауырса да жүре бергенмін. Сол енді келе-келе арасында мен кәдімгідей бір айлап тұрмай жатып қалған күндерім бар. Сондай кездерде мен көп сабыр ететін, көп сабыр етіп, ертең бәрі жақсы болады, тұрамын, сөйтемін, бүйтемін деген сияқты нәрселермен өзімді жеңіп, емдерге де бардым ғой, әрине. Костоправқа да бардым, больницаға да бардым, уколдардың түр-түрін алдым да, массаж да жасаттым. Бірақ ана өзіңнің сабырлығыңмен көп нәрсе жеңесің бәрібірде. Кей кезде сол сабырсызданғанның арқасында емнің де дұрыс қонбауы, ем бойыңа дарымауы сол сабырсыздығыңның арқасы болады екен. Тез одан кейін артын күтпей жүріп кету, болмаса шешім қабылдай салу, сөйте салам, бүйте салам деген сияқты нәрселер сенің бағыттарыңа, бағдарларыңа кедергісін келтіреді екен негізі. Сондықтан осы көп нәрседе мен енді сабырмен жеңдім деп айтуға болады. Және де басқа да өзімнің жеке басымда, болмаса менің істеп жүрген тірліктерімде сабырсыз жағдайлар көп болды. Бірақ мен үнемі сондай кезде үндемей өзім ішімнен сабыр сақтап, үндемей жүріп ақырындап жеңетін бір қасиеттерім бар. Өзім кей кезде айта аламын, кей кезде айта алмаймын. Көп нәрсені сабырға қоямын. Сол сабыр мені жетелеп, мінекей осы 61 жасыма алып келді ғой. Енді Аллаға мыңда бір шүкір деймін, Алла ғой бірінші. Одан кейін енді әркім өзінің үйренгені бар, өзінің отбасынан алған тәлім тәрбиесі бар. Одан кейін мектеп тәрбиелейді, одан кейін жоғарғы орындар тәрбиелейді. Енді жұмыста біз нақты тәрбиеленеміз, ол жерде енді саған әкең жоқ, шешең жоқ, болмаса көкең жоқ, басыңнан сипалап, ой, отыра ғой дейтін. Сондықтан ол жерде жұмыс барысында нағыз өзіңді тәрбиелейсің. Одан кейін жеке бизнес болса, жеке өзің кәсіпкерің болса, ол кезде нақты жауапкершілігіңмен жаңағы сабырдың көкесі сол жерде болады. Сабыр сақтамасаң, командаңа да ешкім келмейді. Сабыр сақтамасаң, сенің айналаңа да, сенің бизнесіңе де ешкім көңіл бөлмейді. Сабыр сақтамасаң, адам да жоламайды саған. Сондықтан барлық нәрсені сабырмен шешесің. Сабыр сақтай отырып, жаңағы жұмысыңды дөңгелетіп, барлық нәрсе жаңағы өзіңнің жеке бизнес ашқанда, жеке кәсіп ашқан кезде көп адамға байланысты ғой сенің бизнесің дөңгелеп кетуі. Адамдар келеді, сенен алады, болмаса сенен оқиды деген сияқты. Сол себепті сабыр өте қажет әр адамға. Сабырлық өмірде шынайы бақытты тапқың келсе, сабырлық менің ойымша сабыр бойыңда болу керек. Өте адал болу керексің. Әр айтқан сөзіңе, әр айтқан ісіңе барлық нәрсе шынайы болу керек. Бір кішкентай сенің бойыңнан жаман нәрсе болмаса, бір
дұрыс емес әрекет шығатын болса, онда ол жерден жемісін жеп, адал жеміс жей алмайсың деп ойлаймын. Сондықтан мен енді кәсіп бастаған кезде де көп адамдар алдап кетеді. Кішкентай бала сияқты алданып қаласың. Осы көп болды менің басымда сондайлар. Алданып қаласың, оны алданып қалғаныңды білмейсің, кейін білесің де алданып қалғаныңды. Әттеген-ай дейсің, бірақ сол жерде де сабырға келесің. Жарайды, бүгін алдансам, ертең енді үлкен тәжірибе жинадым, келесіде алданбаймын деп. Бірақ мына біздің бұрынғы адамдар көп алданып қалады да, айтқан сөзге қатты сенеді. Өйткені біз бұрын сондай болып өстік қой, біз тәрбиелендік, адал болып, әр сөзімізге адал, әр ісімізге адал, ешқашан өтірік айтпайтынбыз, ондай болмайтын. Сондайға үйренген, бәрібір де алдаса алданып қаламыз. Қанша рет алдаса да алданып қаламыз. Әзер дегенде осы соған үйрендік қой. Алданбауға әзер дегенде үйрендік. Енді сол сияқты сол жерде де мысалы сабыр сақтаймыз. Ой, мен алдап кетті деп түрлі жаңағындай жаман сөз айтып, ол адаммен қарым-қатынасты үзіп, болмаса басқа да жағдайларға барып, ондайға енді жол бермеу керек. Өйткені сабырлық ол сені үлкен жетістіктерге алып келетін үлкен нәрсе. Мысалы сол алдап кеткен адамдарды да өзіңнің сабырлығыңменен тәрбиелеуге болады. Менің өмірімде ондай нәрселер көп болды. Көп адамдардың жаңағы ойлары қара болса, қандай да жағдайда, тек қана бизнесте емес, ол сенің арақатынаста да, ол сенің өмірде, осы өмір сүріп жатқаннан кейін түрлі жайттар болып жатады. Сол жерлердің бәрінде жаңағы сені алдап кеткен, сені жаңағы басқа да жағдайлар болса, адам өмірде кездеседі ғой бір-бірімен. Сол кездескен кезде ары қарай қарым-қатынасыңды дамытып, ары қарай жақсы сөйлеп, баяғы алдап кеткен бетіне айтпай-ақ сабырмен әдемілеп қарым-қатынас жасап, алыстан сыйласып жүрсең, ол адам бірте-бірте саған қарап, өзін өзі тәрбиелеп кетеді. Менде сондай көп қасиеттер бар. Енді көп адамды мен солай тәрбиелеймін, және ол адамдармен ешқашан арақатынасымды үзбейді екенмін. Ол адамдар кейін мойындап жатады. Мысалы, қандай сіздің сабырлығыңыз қандай керемет, осы ұяламын деген сияқты нелер ортамызда әңгімелер болады. Сонда мысалы ойлайсың, бір адамға болса да көмектестім деп. Бір адамның болса да жаңағы адалдыққа қарай бір қадамын түзеледім деген сияқты бір ішкі ой болады. Бірақ сыртыма шығарып айтпаймын, оған бола мақтанбаймын, оған бола бір адамдардан ақша алмаймын. Бірақ тек ол адамның өзін өзі танып, өзін өзі жақсылыққа алып келуі, өзін өзі сол кінәсін өзі мойындауы, соның өзі оның жақсы қадамдарға, жақсы өмірге қадам басуына өте жақсы нәрсе. Септігімді тигіземін сондай жерде деп ойлаймын. Онда енді күнделікті де кей кезде кездесіп жатады. Дегенмен де сабыр түбі сары алтын. Сіздерге де жағымпаздық, жасампаздық деген әрекеттерден аулақ жүріңіздер, аман болыңыздар, бір-бірлеріңізді сыйлаңыздар. Сіздермен Фарида Құдайбергенқызы тіркеліп, менің қазақша каналымды қолдай отырыңыздар.